Сәлем достар, бұл Астана қаласы президент саябағы. Осындай ғажайып көрініс. Осы саябақ Керей Жәнібек пен көшесінің қасында орналасқан. Жақын жылдары ашылған жаңа саябақ. Мұнда бір жақсы жері, адам көп келмейді, тыныш, сосын ағаш көп, қыдыруға жақсы, жүгіруге, велосипед тебуге, ролик тебуге, спортпен шұғылдануға жалпы. Мына жерде сондай жол бар, велосипед тебуге, жүгіруге деген сияқты. Саябақ ұзын, Саранды деген микрорайонға дейін барады. Сол жағалауында ары қарай Ақордаға дейін барады. Мұнда шырша ағаштары көп, қайын ағаштары көп. Сондай жағажай бар, әдемі. Міне қала көрінісі. Ана жақта Қазақстан ғимараты көрінеді. Қонақ үйлер әртүрлі. Құстар көп жүреді мұнда. Міне осындай көрініс. Мына өзен, Есіл өзені, білетіндей. Ана жақта Панфилов көшесі өзен арғы бетінде. Жаздың мезгілінде осындай көрініс болады. Жап-жасыл, жан жағында ағаштар, шөп, үйректер жүреді. Әртүрлі құстар, жануарлар да жүреді кейде. Міне осындай көрініс. Жаңа көрсеткендей. Анау жерде Ақорда көрінеді. Төбесі көк. Қасында парламент, мәжіліс, сенат, үкімет үйі, басқа да мемлекеттік ғимараттар, кеңселер, офистар, бизнес орталықтар. Мынау көк тұрған ол Қазақстан концерт залы. Мәскеу бизнес-центр, Санкт-Петербург, әртүрлі ғимараттар, Бейджин Палас, Ритц-Карлтон, Шератон хотел. Бәрі көрінеді осы жерден. Мынау жаңағы айтқан саябақ, жап-жасыл. Барлық жанұямен келіңізге болады, демалуға болады. Міне мына жерде құрылыс жүріп жатыр. Бірдеме салайын деп жатыр. Мына жерде көпір сияқты бірдеңке болады. Өтетін жол өзеннің бір бетінен екінші бетіне. Мынау екінші беті, арғы беті, ол да саябақ, басқа саябақ. О жақта да қызық жерлер көп. Міне осындай көрініс. Астанаға келіңіздер, саябаққа келіңіздер, демалыңыздар.
таза ауада жүріңіздер, спортпен шұғылдаңыздар. Бәріне сәлем. Астана қаласынан менің арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, осы видеоға репост жасаңыз, видеоның астында коммент жазыңыз. Қалай сізге Астана қаласы, саябақтар қалай, ұнайды ма? Содан пікір қалдырыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.